Келесі сөз Тим Қазақстан жастар қозғалысының белсендісі, білім мәселелері жөніндегі сарапшы Қайсар Болатбайұлы Тұрсынғожаға беріледі. Қадірмен халайық, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы әріптестер. Ұлттық кеңес аясында жастарға сөз беріп, сенім артып жатқан аға буын өкілдеріне алғыс айтамын. Мен тәуелсіздік құрдасымын, ұстазбын. Менің көтергім келіп отырған мәселелер қоғамның мүшесі ретінде, елімнің азаматы ретінде, ата-ана ретінде барлық жанның басында бар мәселелер. Мақсат көпшіліктің сауалы мен талабын таразылап, мәселеге шешім болар жол табуға атсалысу. Ең дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін адами капиталды нығайтып дамыту маңызды. Баланың дүниеге келуінен бастайық. Жаңа туған сәбиге мемлекет тарабынан қолдау көрсетіледі. Табысы төмен және көп балалы отбасыларға ақшамен қоса дайын бейби-бокстар, керек жарақ, сапалы тағам, дәрумендер беріліп отырса, бюджет ақшасының мақсатқа сай жұмсалуын қадағалай аламыз. Келесі маңызды жайт баланың ерте кездегі дамуына көңіл бөлу, орталықтар ашу. Шамамен әрбір 10-шы бала оқу, сөйлеу және жазу дағдыларында меңгеруде қиындықтар болады. Жалпылама бұны дислексия дейміз. Ұлыбританияда 4 жастан бастап дислексияға тексерістен өткізеді. Бізде де бала мектепке барғанға дейін дислексияға тексерістен өткізу заң жүзінде міндеттелсе, және әр мектепте осы саланың маманы болса, балалардың кейінгі оқуында да өз орнын табуына да оң ықпал етеді. Бала өсіп, ойыннан білімге көшеді. Мектеп мәселелері басталады. Президент мырза, сіз білім және ғылым саласына баса назар аударасыз. Министрлік тарапынан да көптеген оңтайлы дұрыс реформалар жүріп жатыр. Әлі де комплексті шешімдер қажет. Бұл ретте ұстаздардың рөлі мен жауапкершілігі ерекше. Ұстаз әр баланың дарынын аша білуі қажет. Әлемде білім беру үрдісі нақты дағдыларды үйретуге ығысып барады. Яғни балаларға өз бетінше оқып үйренуді, ақпаратты өңдеуді, іздеуді, интеллект карталарды құруды, жоспар қоя білуді, мақсатқа жетуді үйрету өте маңызды. Білім ең маңызды әлеуметтік лифт, сондықтан да балаларға білім алуды үйрету керек. Келесі маңызды бағыт қаржылық сауаттылық. Күрделі пайыз, банк, салық, ипотека, ақша жинау, оны инвестициялау, қаржы пирамидалары, сақтандыру, блокчейн, криптовалюта сияқты түсініктер мектеп кезінен берілуі қажет. Мұның барлығын жазда 2-3 апта курстарының аясында немесе мектеп бағдарламасына қосымша сабақтар енгізу арқылы ұйымдастыруға болады. Мектеп оқушыларын жауапкершілікке, өзгенің еңбегін қадірлеуге баулу үшін Жапониядағыдай өз мектебін тазалау әдетін енгізуді ойластырған жөн деп есептеймін. Бұл баланы жұмысқа жегу емес, жауапкершілік. Бүгін өз отырған орнына мектеп мүлкіне немқұрайды қарайтын оқушыдан күні ертең елінің болашағына, қоршаған ортаға алаңдайтын азамат шығады дегенге сену қиын. Осы орайда тазалық жұмыстарын жүргізетін адамдардың жалақысын арттыру мәселесін де көтергім келеді. Дәрігерлер мен мұғалімдердің жалақысы өскені қуантады. Бірақ ауруханада да ең ауыр лас жұмысты атқаратын санитарлар. Олардың жалақысын минималды деңгейге көтергенмен қазіргі қымбатшылық жағдайында жетпейді. Нормативті құжаттарды қайта қарау керек шығар. Маңғыстау сапарында ардагер ұстаз Ордалы Қосай ағамыз көтерген тағы бір өзекті мәселе ер азаматтың қоғамдағы рөлі, әсіресе мектепте ер мұғалімдердің аздығы. Қазіргі қоғамда жалғыз басты ана тәрбиесін көріп отырған жас толқын көп. Ер батыр сияқты жобалар көп болса және ұлттық арналарда осындай маңызды сұхбаттар, мағыналы дүниелер көбейсе деген тілек бар. Мектеп оқушыларының білімін емтихан арқылы тексереміз, ал адами құндылықты қаншалықты игергенін бағалай бермейміз. Адамның мықты және әлсіз тұстары мен қарым қабілетін анықтайтын тесттер, бағалау жүйелері мектепте қолданылса, соған қарай кәсіби бағдар беруге болады. Кәсіби бағдарын анықтаған соң, бала колледжде немесе жоғары оқу орнында білімін жалғастыра алады. Шетелдік оқу орындарының нарыққа кіруіне, аттестациядан өтуіне мүмкіндік берсек, бәсеке туындап, отандық университеттердің де академиялық және ғылыми әлеуеті артар еді. Талапты күшейтіп, оқымаған баланы сүйрей беруді тоқтататын кез келген шығар. Магистратура мен докторантураға бөлініп жатқан грант көп. Игерілмеген гранттарды игерудің қажеті бар ма? Қызығушылығы жоқ адам үшін. Енді диссертация тақырыбын таңдау мәселесіне келсек. Жылда аздаған өзгерістермен қайталанып қорғалып жатқан жұмыстар бар. Зерттеу жұмысы нақты мемлекетке не бизнеске қажет, өзекті, маңызды зерттеу болуы тиіс. Жастарға берерім ол кейбір ғалымдардың скопусы болмаса, бітті, ол сенің ғылыми жетекшің боламайды. Кейде ережеге емес саналы шешімге жүгінген дұрыс сұрақ сияқты. Кей мамандықтар бойынша болашақ түлектеріне де шет елде қалып, тәжірибе жинап, Қазақстандағы жұмысының қашықтан да істеуге мүмкіндік берілсе, мықты маман болып қалыптасады.
кейін ол тәлімгерлік жасайды, өзінен кейінгі буынға көмектеседі. Оқуды бітірген соң жұмыс істей бастаймыз. Алғашқы жұмыс, алғашқы жалақың мемлекеттік қазына мен зейнетақы қорына түсетін алғашқы төлем. Енді сол салық пен зейнетақы қорының ақшасы қайда салынғаны Норвегиядағыдай ашық визуалды түрде берілсе, біршама ақша көлеңкеден шығармайды. Мысалы, Аса Руми сияқты қайырымдылық қорлар әрбір теңгенің есебін береді, жұмыс нәтижесін көрсетеді. Сондықтан оларға адамдар да сенеді. Отбасын қорған жастардың ең өзекті мәселесі баспана. Негізі мемлекет тарапынан біршама қолдау бар, бірақ оның аясын сәл кеңейтсе бәріне ұтымды болар еді деп ойлаймын. Нақты ұсыныстары мынадай. Жас отбасы деген бағдарламаның мөлшерлемесі 6%, алайда бастапқы жарнасы 50%. Жаңадан отау құрған жастарға бастапқы жарнаны жинау қиындау. Оны жинап үлгергенше жас отау жалақысының басым бөлігі пәтерақыға кетеді. Бастапқы жарнаны азайту керек. Алматы жастары, Елорда жастары сияқты бағдарламалар басқа өңірлер мен басқа қалаларға да керек. Отбасына жаңа бала қосылған сайын бала санына қарай пайыздық мөлшерлеме азайып отырса, немесе кредит мерзімі ұзартылса, өз үйінде өскен болашақ ұрпақ қысылмай еркін өседі. Өстіп, өмір циклі қайталана береді. Бәрімізді ұлтымыз бен ұрпағымыздың болашағы алаңдатады. Сол ұрпақты тәрбиелеп отырған ата-ана мен ұстаз өзін де тәрбиелеп, үздіксіз іздену мен білім алудың үлгісін балаға өздері көрсету керек. Ұлт ұстазы Ахаң, мұғалім, мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болмақшы дейді. Ал мұғалімдеріміздің қазіргі деңгейі қандай? Кез келген мәселені шешу үшін өзіміздің қай жерде тұрғанымызды анықтап алайық. Мұғалімдердің шынайы білімін тексерейік, оқушыларды тексерейік, кем кетігімізді ашық мойындайық. Мәселені шешу оның бар екенін мойындаудан басталады. Нәтиже қандай болса да сынауға емес, түзеуге, шыңдалуға күш салайық. Сөзімді Төлеген Айбергеновтың бір шумағымен аяқтағым келіп тұр. Мен ойланам, егер түзу өспесе кей бәйтерек, қисықты да біз тура деп қабылдар мек қайтерек. Егер десен туралықтар жеңсін десең әлемде, өзгелердің қисықтығын тура тұрып дәлелде. Назарларыңызға рахмет. Баяндамыңызға рахмет, Қайсар Болатбайұлы.